Бүгінгі тақырыбымыз көп мүшелер. Көп мүше дегеніміз не? Бір мүшелердің қосындысы көп мүше деп аталады. Оған мысал, мына өрнектерге назар аударайық. Біріншісі 2 қосу x. Бұл 2 деген бір мүше, x деген бір мүше. Жалпы бұл көп мүшеміз 2 мүшеден құралған. Бұны біз көп мүше деп атасақ болады, немесе 2 мүше деп атасақ болады. Және осы жерде құрметті оқушылар дәрежесіне назар аударайық. Көп мүшенің дәрежесін қалай анықтаймыз? Айнымалылардың, то есть бұл жерде әр бір мүшенің дәрежесіне назар аударыңыздар. Мысалы 2 деген бір мүшенің дәрежесі 0, ал x-тің дәрежесі 1. Сондықтан бұл көп мүшенің дәрежесі 1-ге тең. Келесі 5x квадрат y плюс 7x куб y-тің 4 дәрежесі минус 9. Бұл да көп мүше. Көп мүшеміз 3 мүшеден құралған, және бұның дәрежесі 7-ге тең. Не үшін 7? Өйткені алғашқы бір мүшенің дәрежесі 3-ге тең. Келесі мына өрнектің дәрежесі 7-ге тең, соңғысы минус 9-дікі 0-ге тең. Осылардың арасынан ең үлкені көп мүшенің дәрежесі болады. Және де құрметті оқушылар, бір мүшелердің қосындысы деп тұр ғой, бұл жерде азайту да болады. Екінші мысалда минус 9 деп тұр. Қосу немесе азайтудан құралса, бұлар көп мүше деп аталады. Соңғысы, бөлшектің бөлімінде y болғандықтан бұл ешқандай көп мүшеге жатпайды. Келесі, ұқсас мүшелерді біріктіріңіз. Бұл жерде мынау көп мүше берілген, бірақ арасында ықшамдалатын өрнектері бар. Дәрежесі ең үлкенінен бастаймыз. m-нің 6 дәрежесі, m-нің 6 дәрежесі таңбалары әртүрлі болғандықтан бұл екеуі қысқарады. 0-ге тең болады. Келесі m-нің 5 дәрежесі минус 3 m-нің 5 дәрежесі плюс 4 m-нің 5 дәрежесі. Бұл 1-ді жазбасақ та болады, m-нің 5 дәрежесіне тең. Келесі мына өрнегіміз 4-ші дәреже қосу m-нің 4 дәрежесіне тең болады, және қосу 1. Мынау көп мүшені ықшамдағаннан кейінгі өрнек. Стандарт түрге келтіріңіз. Стандарт түрге келтіру үшін алдымен барлық жақшаларды ашамыз. Минус 12 a квадрат плюс 5a плюс a плюс 11a квадрат. Соңғысында жақшаның алдында минус тұрғандықтан жақшаның ішіндегі таңбалар қарама-қарсы таңбаға ауысады. Яғни a-ның таңбасы минус болады. Минус a квадрат плюс 1 болады. Бұл жерде мынау минус 12 a квадрат плюс 11a квадрат минус a квадрат. Бұл үшеуін ықшамдайтын болсақ, минус 2a квадратқа тең болады. Ал мына жақтағы 5a мен a қосамыз 6a болады. И соңында плюс 1 бар. Міне стандарт түрі осы оқушылар. Құрметті оқушылар. Соңғысы көп мүшелердің айырмасын табыңыз дейді. Бұл жерде біріншісінен екіншісін азайтатын болсақ, 3m квадрат плюс m минус қойғандықтан міндетті түрде мына өрнегіміз жақша ішіне жазылады. Неге жақшаның ішіне жазамыз? Өйткені жақшаны ашқан кезде олардың таңбалары ауысып кетеді. Сонда 3m квадрат плюс m минус 1 плюс m минус 3m квадрат. Мына 3m квадрат пен минус 3m квадрат қысқарады да 0-ға тең болады. Мына m мен m-ді қосатын болсақ 2m және азайту 1. Мынау жауабы. Құрметті оқушылар, бұл жерде көп мүшелердің айырымын табыңыз деп тұр.
нақты мына көп мүшеден мына көп мүшені азайт деп тұрған жоқ. Сондықтан екінші версиясында қарастырамыз. Яғни мына екінші тұрған көп мүшеден азайтамыз бірінші тұрған көп мүшені. Оны өздеріңіз азайтып нәтижесін шығарып қойыңыздар. Сабағымыз осымен тамам. Сау саламат болыңыздар.